Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазір хит болып жатырған Орео пирогының жасалу жолын үйрететін боламын. Өте оңай жасалынады, өте дәмді болып шығады. Алдымен рецепті көрмес бұрын менің парақшама подписаться батырмасын басып жазылып алыңыз және тегін лайктарыңызды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп жасап көріңіздер. Алдымен осылай біз бөлме температурасында тұрған сары майға бір жұмыртқа қосамыз және де шекерді қосамыз. Пирогқа қосатын заттарымыздың барлығы бөлме температурасында тұрғаны дұрыс. Және осылай араластырып алғаннан кейін үстінен електен өткізіліп алған ұнымызға разрыхлитель бізде қопсытқыштың үстінен 2 ас қасық какао ұнтағын қосамыз және осыларды біріктіріп араластырып алғаннан кейін жаңағы дайындап алған майлы массамызға қосамыз. Достар, рецепті керек барлығын описание бөліміне жаза кетемін. Қанша грамм керек, қанша қосу керегін сол жерден қарап жазсаңыздар болады. Ұнның граммын да жаза кетемін. Ұн менде 200 грамм ұн қостым. Осылай қамырды қолымызбен илеп аламыз. Осындай жұмсақтықта шығуы қажет. Видеоға мұқият қарап жасап көріңіздер. Және де осындай таза пакетке салып, холодильникке салмасын дайындап алғанша қоя тұрамыз. Қамырға какао қоспай жасауға да болады, ол өз еріктеріңізде. Салмасын жасаймыз, яғни начинка бізде қаймақтан болады. Қаймағымыз бізде 20%-дан жоғары болуы қажет. Мен осындай родина деген қаймақ қолданым. Сіздер кез келген 20%-дан жоғары қаймақ қолдансаңыздар болады. Оның үстінен бөлме температурасындағы 2 жұмыртқа және 100 грамм шекер қосамыз. Егер тәтті болған қаласаңыздар 120-130 грамм қоссаңыздар болады. Оның үстінен 1 ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Крахмал болмаса қоспауға да болады. Осылай біркелкі болғанша вилканың немесе осындай венчиктің көмегімен араластырып аласыздар. Және де осындай 1 пачка Орео қажет болады. Ореоны алғаннан кейін осылай қолымыздың көмегімен майда бөліктерге бөліп салманың ішіне салып шығамыз. Достар, осы жерде айта кететінім, салманың орнына творог қолдансаңыздар болады. Яғни қаймақтың орнына творог қолдансаңыздар болады. Осылай біз начинканың ішіне Ореоның 4-5 бөлігін осылай бөліп саламыз. Қалған бөлігін бетіне қоятын боламыз. Печеньені салғаннан кейін осылай қасықтың көмегімен жақсылап біркенше араластырып аламыз. Достар, егер рецепт ұнап жатырса, осы жерде менің каналыма подписаться батырмасын басып жазылып алыңыздар. Менде осындай форма, шет-шеті осылай ирелек келген. Сіздер қалауларыңызша үйде қандай форма бар, сонымен қолдансаңыздар болады. Менде форманың диаметрі 26-24 диаметрлік формада жарай береді. Осылай қамырды ортасына қойып алғаннан кейін шет-шетін бірінші кезекте осылай қолымызбен жапсырып шығамыз. Шетін жапсырғанда да сіздер мұқият қараңыздар, қалың болып кетпеуі керек. Өте жұқа көлемде жапсырып қамырды дайындап аламыз. Қалған бөліктерін осылай астыңғы жағына тегіс қылып жайып шығамыз. Қамырымыз сонда біздің әдемі болып пісіп шығатын болады. Осылай шет-шетін міндетті түрде осылай басып, жұқа етіп дайындап алыңыздар. Ары қарай біз вилканың көмегімен қамырымыз көтеріліп кетпес үшін тесіктер жасап аламыз. Осылай видеоға мұқият қарасаңыздар барлығы түсінікті деп ойлаймын. Вилкамен міндетті түрде тесіп алыңыздар. Жаңағы дайындап алған салмамызды осы қамырдың үстінен құямыз. Міне мұқият қарасаңыздар барлығы өте оңай жасалынады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл пирогты қазір барлығы жасап сатылымға шығарып жатыр. Кем дегенде 3,5-4,000 теңгеге сатсаңыздар болады. Осылай қалған Ореоны бетіне осылай сәндеп қойсаңыздар болады. Сонда біздің пирогымыз өте әдемі көрінеді. Қазір бұл 2025 жылдың хит болып жатырған пирогы. Осылай бетіне орналастырып алғаннан кейін 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минутқа салып қоямыз. Пешті 200-250 градуста қатты қызып кетпеу керек. Міндетті түрде 160 немесе 180 градуста қыздырыңыздар. Пирогты пісіріп алғаннан кейін міндетті түрде формадан шешпей бөлме температурасында суытып алуларыңыз қажет. Одан кейін барып формадан шешіңіздер. Ары қарай холодильникке 1 сағатқа салып алсаңыздар болады. Мен мына жерде холодильникке салмай кесіп жатырмын. Пирогтарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Қамыры да өте жұмсақ, үгітілмелі болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнап жатырса, дәл қазір лайктарыңызды басып және де осы пирогты жасағысы келіп, жегісі келіп жүрген достарыңызға, туыстарыңызға поделиться батырмасын басып жіберіп қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.